Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге лакомка дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап, оқушы кезіңізді еске түсіріңіз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бос ыдысымызға жылы сүт құйып, үстіне тұз, шекер және құрғақ ашытқыны салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстіне ерітілген сары майымызды құйып, үстіне аз-аздан ұн салып, араластырып аламыз. Біркелкі массаға келгенше араластырып, ары қарай үстіне ұн салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін сары маймен майлап, бетін күленкімен жауып, 1,5-2 сағатқа көтерілуге қалдырамыз. Бір 1,5-2 сағат уақыт өткеннен кейін қамырымыз осылай болып көтеріледі. Енді қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Таразының көмегімен бірдей бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. Мен бұл жерде көз мөлшерімен барлығын домалақ етіп бөліп алдым. Видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп 15 минутқа тағы тынығуға қалдырамыз. Қамырымыз тыныққан соң, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қамырымыз қатты жұқа болып кетпеу керек. Егер жұқа болса, қытырлақ болып қалады. Үстін аз-аздан басып, лакомканың формасына келтіреміз. Қамырдың қалыңдығы бауырсақтан сәл қалыңдау болып жайылады. Қамырымызды осылай жайып болғаннан кейін ортасынан кесіп, лакомканың формасына келтіреміз. Осылайша кесіп, қамырымыздың барлық бөліктерін дәл осылай кесіп, формамызға орналастырамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін жұмыртқаның сары уызын бетіне толық жағып шығамыз. Барлығын жағып болғаннан кейін 170-180 градус алдын ала қыздырылған пеште 15-20 минуттың көлемінде қызарғанша пісіріп аламыз. Міне 15-20 минуттың көлемінде осындай қып-қызыл болып көтеріліп пісіп шығады. Енді арасына салмасын дайындайтын боламыз. Бір лакомканы блендердің көмегімен жақсылап ұсақтап үгітіп аламыз, шетін сәндеу үшін. Енді арасына жағатын кремін дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майды миксермен жақсылап шайқап аламыз және үстіне қоюландырылған сүтті, яғни сгущенканы 3 бөлікке бөліп, аз-аздан араластырамыз және біркелкі масса болғанша араластырып отырамыз. Креміміз дайын болды. Енді лакомкаларымызды алып, ортасын пышақпен кесіп, жаңағы дайындаған кремімізді жағатын боламыз. Мен 2 күрекше салып отырдым. Қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Арасына жағып болғаннан кейін шет-шетіне міндетті түрде майымызды жағатын боламыз. Үгітілген қамырымызды май жаққан жерлерге тигізіп, видеодағыдай жасаймыз. Осылайша барлық лакомкаларымызды арасын пышақпен кесіп, салмасын салып, және үгітілген ұнтаққа малып, лакомкаларымыздың барлығын жинап шығамыз. Видео ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса,
Лайк басып пікіріңізді комментарий бөліміне жазып кетіңіз. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Алдағы уақытта тағы дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Видео күтіңіздер. Аз уақыттың ішінде лакомкаларымыз дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше.